Трамп Украина мен Ресей ортасында соғысты тоқтату үшін территориялардың өзара ауысуы мүмкін екендігін айтыпты. Бұл деген сөз алдағы уақытта Ресейдің ресми түрде меңгеруінде кей жер украиндерге, ал украиндердің кей жері Ресейге берілуі мүмкін. Яғни бұл Путинге де оңай соқпайды, Зеленскийге де оңай соқпайды. Тіпті ол Зеленскийді осы жол ашық сынапты. Соғыс ашуға бәленбай 100 мың адамды өлімге айдап салуға рұқсат сұрамайды екен де, ал енді конституцияны өзгертуге халықтан рұқсат алу керек екен. Бұл қалай болған? Екі жақтан да бәленбай адам өліп жатыр ғой депті. Бұл деген сөз Зеленский мәлімдеме таратты ғой. Себебі Украинада территорияның кез келген бөлігін шетелге беру үшін оны тұтас халық шешу керек. Кез келген азамат, тіпті президент жерді шетелге беруге құқы жоқ деген. Яғни Зеленскийдің айтқан осы. Яғни ол конституциядан аса алмайды. Енді қараңыз. Трамптың бұл сөзі мәлімденгенде қарасаң, Зеленскийге жасаған қысым сияқты. Иә, Зеленскийге қысым. Бірақ Зеленский Трамптың қысымына көне ме? Гәп осында тұр. Украинаның халқы көне ме? Гәп осында тұр. Ал Трамптың көздегені не? Енді мен бүкіл қазақ, біз қазір өте көп санды қазақ, енді кейбір оңбаған орыс бұл қазақтарды есептемегенде, бүкіл қазақ біз ойлаймыз, Украинаның тұрғысынан ойлаймыз. Себебі біздің назарымызда олардың жері берілмеу керек, олар жеңу керек, орыстікі зұлымдық деген сияқты. Yeah, thank you. You can pass. Hi. Hello. Енді қараңыздар. Бірақ біз мына саудагердің тұрғысынан қарайық, Трамптың тұрғысынан қарайық. Ол қазір орыстың тура бір қиналған кезінде тұрды. Мысалы, жеміс-жидек жаздардан қыста қымбаттайды. Отын, энергия қыста қымбаттайды, жаздарзандайды. Не нәрсе тапшы зәру болса, күні түссе сол қымбат. Қазір орыстың қысылып қиналып тұрған кезінде бұл шал тек Американың мүддесі тұрғысынан ойлағанда, мүмкін Америка осы уақытқа дейін Ресеймен сөйлесіп келісе алмай жүрген қандай да бір нәрсеге шалың қол қойғызып алмақшы. Мына шалдың есепшілдігі, пайда, ақша және Американы күшейту үшін тәсіл талғамайтындығы осыған апара жатыр. Бұлай қарап отырсаң, сенің әкең, сені бала шағасын бағу үшін ол да қысқасы бетегеден биік жусаннан аласа болды. Ешкіні апа деді, текені жезде деді. Бұл да қазір Американың әкесі. Ұнат, ұнатпа, жақсы көр, жақсы көрме, бұл Американың әкесі. Бұның назарында Америка бірінші. Сондықтан бұның ұраны жаңағы Make America Great Again. Яғни Американы мықты қылу, күшті қылу. Мен оны ақтап тұрған жоқпын. Мен оның саясатын қазақтың көзімен, қазақтың миымен емес, оның саясатын, оның көзін кәдімгі оның бір америкалық тұрғысынан, немесе оның Американың президенті болған тұрғысынан ойлаңдар деп жатыр. Әңгіме осында тұр. Мүмкін ол орыстың тура қысылып, тура ілініп тұрған кезінде, тіпті совет кезінде орыстың қолынан Америка ала алмаған, мүмкін қандай да бір нәрсені алады. Ол байлық па, жерасты байлығы ма, бір құпия ақпарат па, бір жоқ біз білмейтін совет кезіндегі бір архивтер ма, жоқ қандай да бір атомды қысқарту туралы келісім ба, жоқ осы арқылы орысты ендігәрі атом жармайтын қылып бірдеңкеге көндіре ма, жоқ қандай да біз білмейтін, сізбен біздің түсімізге де кірмеген бір затты істей ма, біз білмейміз. Дәл қазір оны алай былай дей алмаймын. Бірақ ол екі сөзінің бірінде қайта-қайта айтады.
Адамдар өліп жатыр, екі тараптан да адамдар өліп жатыр. Бұл соғыс мүмкін емес ары қарай осы тәсілден басқа жолмен шешілуі дейді. Бұлай қарап отырсаң, шалдың сөзінде де бар сияқты. Путинмен ешкім сөйлесе алған жоқ, мен сөйлестім. Мен Зеленский екеуін сөйлестіруге тырысамын. Анау, мынау деген әңгімені айтып жатыр. Шынында да солай ма? Шал шынында да тоқтата ала ма? Шалдың арманы шынымен іске аса ма? Ал Украина оған келісе ма? Егер ол тағы бүгін бір қызық сөз айтып қапты, егер батпақты жолмен жүреміз деп танктері тоқтап қалмағанда, қанша дейді, бір күнде алып қоятын еді дейді. Сөйтсе Украинаның ұлтшылдары асфальт жолмен жүрмеген, батпақты жолмен жүрген орыс танкілері кешікті деген сөзіне қаратып, мына Украинаның тас жолдарында ұшып бара жатқан орыстың танкілерін көрсетеді ғой. Енді Украинада ұлтшылдар, отаншылдар шалдың, Трамптың бұл ісіне наразы. Олар өз тұрғысынан Трамп шартсыз түрде бізді қолдауы керек еді деген ойда. Мына соғысты жалғастыру керек еді деген ойда. Бірақ Трамптың өз ойында мүмкін ол бір қаржылық нәрсені ойлап тұр. Мысалы, ол Үндістанға салған салықты Қытайға салған жоқ. Қытаймен сонша ұстасты, Қытайға тіпті салықты бәлен еселеймін деді. Одан бұрын еселеді де. Бірақ тура осы кеше соңғы келіссөзде Қытайменен ымыраға келді. Ал ол ашық ымыра, жасырын ымыра тағы не нәрсеге келісті. Қытай оған не нәрсеге уәде қылды, жоқ оның бір талаптарына көнді ма, білмейміз. Бірақ Ресейдің мұнайын Қытайдан азалатын Үндістанға жазасын жүргізіп қойды. Яғни бұл кісінің бүкіл назары қаражат және Американы күшейту. Онысына жетті де. Американың 100 жылдық соңғы тарихында кедендік табыс Трамптың кезінде ең жоғары көрсеткішке жеткен. Өткенде жаңылмасам $100 миллиард деді ма? Осы бірнеше айдың ішінде соған жеткен. Америкада қазір өндіріс өркендеп жатыр. Америкада міне Трамптың әр жолғы осындай саясаттарынан бір кезде шулап солшыл медиалардың әсіре жаңағы қырды жойды деген ала шапқын хабарынан кейін жарна құлағанмен жарнаның өсуі келіп жатыр. Қазір Америкадағы орта буржуаздардың барлығы Трамптың іскерлігін шарасыз да мойындап отыр. Әдетте Америкада жоғары деңгейдегі алпауыттардың барлығы демократтардың жақтаушылары. Бірақ Трамптың соңғы кезде жүргізген саясаты Американың қаржылық нарығын реттеп қатты оңап жібергеннен кейін Байден кезіндегі тек минус теріс кету, Байден кезіндегі жарнаның құлауы, Байден кезіндегі жұмыссыздық, Байден кезіндегі қылмыстық көрсеткіш дейтін нәрселер бар. Бұның барлығы америкалықтар ұнамайды. Қазір Трамп міне қылмысты төмендетті, міне заңсыз келімсектерді негізінен тоқтатты, оңтүстік шекарадан кіретін заңсыз келімсектер жоқ болды. Осының барлығы айналып келгенде халықтың бұған деген мойындауын, яғни ұнатпаса да мойындайтын халге түсіп қалды. Бұның барлығы айналып келген кезде шалдың осы жердің, осы елдің халқы үшін істейтін керемет ісі болды. Украин орыс мәселесінде де осы. Біз украиндерге жанымыз ашитын қазақ халқы ретінде және ұзақ ғасырлар бойы орыстардан тепкі көрген, орысты жек көретін қазақ халқы ретінде әрине сары шалдың Украин жақ болып, Украинның бүкіл орысқа кеткен есесін алып беріп, орыс жаулап алған жерін алып беруін тілер едік. Орысты күл-талқан қылуын тілер едік. Өкінішке орай, ол Украин емес, ол қазақ емес. Оның өз мүддесі бар. Міне бұл саясат. Сондықтан саясатта сәби санарлық жараспайды. Мен бұл жерде оны ақтап, оның істеген ісі дұрыс деп бал қойып отырған жоқпын. Оған бал қоятын мен кіммін? Оған бал қоятын сен кімсің? Сен тек саясатты түсін. Мен саған түсіндіріп тұрмын. Оны сен жақсы көрсең де ол Трамп. Жек көрсең де ол Трамп. Сен жамандасаң да Америка, жамандамасаң да, мақтасаң да Америка. Саған керегі қайткенде осы халықаралық саясатты түсініп, ертеңгі тұтас ұлт ретінде өзіміздің ұлттық ұпайымызды түгендеу. Одан басқа түк жоқ. Себебі сен әлсіз халықсың. Ол сенімен санаспайды да. Сен күшті, қуатты болсаң, он сенімен санасады.
Ал сен сезіммен, ақылмен емес, сезіммен, надан және сауатсыз сәби сана деңгейінде эмоциямен анаған бал қойып, мынаған бал қойып жүрсең, мәңгі бақи осы әлсіз, нашар, мешеу қалпыңда қаласың. Саясатта достық жоқ, саясатта тек мүдде бар. Мүдде бәрін шешеді. Біздің тұтас ұлтымыз үшін де осы деңгейге көтерілу керекпіз. Аман болайық, сау болайық.